Біздің келесі тақырыбымыз еңбек демалысы, иә. Яғни қазіргі біздің айтып жүрген отпускіміз, біз отпускке шығамыз, отпускынан төленеді деген сияқты. Жалпы еңбек демалысының келесідей екі түрі бар, иә. Бірінші жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы, екінші әлеуметтік демалыс. Енді жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының тағы да екі түрі бар екен. Негізгі ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы, одан кейін екіншісі қосымша ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы. Ал әлеуметтік демалысының қандай түрлері бар, соны бір көріп шығайық. Біріншісі жалақысы сақталмайтын демалыс, яғни без содержаниеге шыққан сіздің жаңағыдай демалысыңыз, отпускыңыз. Одан кейін оқу демалысы, яғни сіз қандай да бір неге барасыз, курсқа, яғни сіз жұмыс уақытында курс оқып, жаңа курста болғандығыңыздан сіздің ол жерде жалақыңыз сақталады, стажыңыз, яғни еңбек өтіліңіз барлығы сақталады. Және сол оқу демалысы дейді, ол жерде яғни сіздің оқуға барғаныңызға байланысты демалыс. Одан кейін үшінші жүктілікке және баланың туылуына, жаңа туған баланы асырап алуға байланысты демалыс дейді. Осындай да бар, яғни декретке шығып жатады, иә. Төртінші, бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыс бар. Әлеуметтік демалыстың бір түрі бұл да. Бесінші, бір жыл ішінде 3 жұмыс күннен аспайтын мөлшерде скринингтік зерттеулерден өтуге арналған демалыс. Осы қазір 5-шін естеріңізге сақтап алыңыздар, осы жайлы толық айтатын боламыз. 6-шысы жүктілігі бойынша 12 аптаға дейінгі медициналық есепке қоюға арналған демалыс дейді. Кемінде 3 жұмыс күні беріледі екен. Астында бізде ескерту айтылған, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, әлеуметтік демалыста болу кезеңі еңбек өтіліне есептеледі. Яғни бұл жерде сіздің стажыңыз сақталады. Енді скрининг зерттеуге керек жаңа 5-шіне. Ол біздің заңымызда бар екен. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 23 бабының 2 тармағы бойынша жұмыс берушіні скрининг зерттеулерден өту үшін жұмыс орнын, лауазымын және орташа жалақысын сақтай отырып, жұмыскерлерге демалыс беруге міндеттейді дейді. Бұл денсаулық сақтау саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен ақылы тексеру құқығына кепілдік береді дейді. Негізгі мәліметтерді айтып жіберейік осы скрининг демалыс жайында. Жалпы скрининг демалысының мәні жұмыс беруші қызметкерді жұмыс уақытында скринингтен, яғни профилактикалық тексеруден өту үшін жіберуге міндетті. Кепілдіктер, қандай кепілдік бар бұл жерде? Жұмыс орны және еңбек өтілі, яғни стаж сақталады және орташа жалақы төленеді. Рәсімдеу қалай? Қызметкер жұмыс берушіге заңмен скринингтен өткен туралы растайтын құжаттарды ұсынуды қатаң регламенттелмегенін хабарлауға міндетті. Негіздеме дейді, бұл норма азаматтардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ТМКК немесе МәМС шеңберінде скрининг зерттеулерден өту құқығын іске асыруға бағытталған дейді. Яғни скринингтік демалыс деген, яғни сіз барып жаңағыдай ауруханадан скринингтік тексерістен өтесіз, маммография болсын, анализдер тапсырасыз, неше түрлі. Осы жерде мынандай бір не бар, сіз сол скринингтік демалысқа шыққаннан кейін скринингтік тексерістен өттіңіз ба, өтпедіңіз ба, оның анықтамасын негізі өткізу жұмыс орнына міндетті емес. Ол жұмысшының өзінің мәселесі. Яғни ол 3 жұмыс күн ішінде скринингтік тексерістен өтті ма, әлде өтпеді ма, ол өзінің мәселесі. Жыл сайынғы ақылық еңбек демалысы не үшін беріледі? Қызметкердің демалуына, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге, денсаулығын және қызметкердің өзге де жеке қажеттіліктерін нығайтуға арналған және жұмыс орны, лауазымы мен орташа жалақысы сақтала отырып
күнтізбелік күндердің белгілі бір санына беріледі дейді. Жалпы отпускной өздеріңіз білетіндей артқы 12 аймен, яғни 1 жылдың еңбек ақысы бойынша есептеледі. Бірақ тек қана мереке күндерін санамағанда жұмыс күндеріне төленеді. Яғни демалыс выходной күндерге төленбейді. Егер еңбек кодексінде Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің актілерінде көп күн көзделмесе, қызметкерлерге жыл сайынғы еңбек демалыс, ақылы еңбек демалысы ұзақтығы күнтізбелік 24 күн беріледі дейді. Яғни жалпы еңбек демалысы, ақылы еңбек демалысы кемінде 24 күннен кем болмау керек. Мереке күндерін санамағанда. Яғни мысалы сіз 24 күнге шықтыңыз, сол шыққан 24 күніңіздің ішінде 2 праздник болса, яғни мереке күні, сізге тағы 2 күн қосылып, сіз 26 күнге шығасыз. Өйткені бізге айтып жатыр, мереке күндерін санамағанда 24 күннен кем болмау керек дейді. Ал одан көп болса, бола береді. Я? Мысалға 56 күнге шығады, мұғалімдер 63 күнге деген сияқты. Егер сіз осындай нелерді, фактілерді сіз жұмыс берушіге, яғни работодательге, басшыңызға айтып ескертіп отыруыңыз керек, өйткені оның барлығы еңбек кодексын біле бермейді ғой. Ал егер осындай 24 күн ғана болып, егер оны ұзартамыз дейтін болсаңыздар, онда доп соглашение арқылы ұзартсаңыздар болады. Негізі кемінде 24 күннен кем болмайды. Мысалы қараңыздар, қалай төленеді? Тек жұмыс күндеріне төленеді. Мысалы 24 күнге шықты, жобамен 3 апта, егер сіздің жұмыс орныңыз пятидневкамен, яғни 5 күндік жұмыс апталымен жұмыс істейтін болса, онда сізде сенбі, жексенбі, яғни суббота, воскресенье күндері демалыс күні выходной болатын болса, жобамен 3 аптада 6 демалыс күні болатын болса, онда 24 күннен 6 күнді алып тастап, яғни 24 күнге шыққанмен оған 18 күнге төленеді.